Алдында бір ағамыз айтып отырды енді, үлкен кісі ғой. Осы әке шешемнің тура сіз сияқты бір разылығын алғым келеді дейді да енді. Сөйтіп оларды бір курортқа жіберем, жаңағы Сарыағашқа жіберем, шетелге жіберем, бір машина алып берем. Бір енді қуанады, иә, рахмет деген сияқты. Бақытты до конца қуанбайды дейді енді, бір түсінбеймін дейді енді. Жаңағы мамама шу алып берем, емдете. Сен істеуің керек, бір нормальный қалыпты жағдай сияқты ғана көріп кете береді дейді да енді. Түсінбеймін дейді енді. Сөйтіп жүрген кезде бір інім жаңа квартирада тұратын еді, бір ақша түсті дағыны, ініме үй салып бастадым дейді да. Ақшамды сол бүкіл бюджетті інімнің үйіне салып ем. Әке шешемнің қуанғаны-ай дейді да, әке шешемнің риза болғаны-ай, әке шешемнің маған разы болғаны-ай дейді да, былай айтқан кезде. Мен оларды бір самолетке отырғызып, әурелеп шетелге жіберіп, оларды алысқа апарып қинап жүр екенмін негізі дейді да. Олар жаңағы стройканың басына келіп алып, әуреленіп, құрылысшыларға шай қойып деген сияқты қуанып, маған қайта-қайта рахмет айтады дейді да. Өз әке шешенің разылығын өзі бір қай жерде екендігін де білу маңызды ма деп ойлаймын да. Өз әке шеше, өзі бауырлар бір-біріне көмектескен кезде бір қатты қуанады екен да негізі. Баласы сапарлап кетсе, сол баласын артық жақсы көреді, немесе ауырып қалса, ананың жүрегі соған ауырады деген сияқты, қай баласының әлеуметтік жағдайы сәл төмендеу, соған жүрегі ауырып жүрсе, және қай баласының әлеуметтік жағдай сәл жоғарылау, ол саған көмектесіп жүрсе, сол баласына бір көбірек риза болады екен да.